Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге Дариға, бүгін сіздермен бірге біз осындай жұлдыз деп аталатын құрақты небәрі 5 минутта құрап үйренетін боламыз. Ең алдымен бізге тура осындай екі түстен 8 данадан өлшемі 12-ге 12 сантиметрлік квадрат маталар керек. Және сол маталарды алып, төрт бұрыштың дәл диагоналынан бөлетін сызық сызып алып, немесе сызбай-ақ тура осылай етіп, осы квадраттарымызды екіге бөліп шығамыз. Ал мінекей тура осылай етіп бүкіл блоктарымызды екіге бөліп алған соң, енді тура осылай етіп қалған екі блогымызды біріктіруіміз керек болады. Ол үшін ең алдымен қара блогымызды алып, оның үстіне ақ блогымызды қойып, тігуге ыңғайлап, тура осылай инемен қадап шығуымыз керек. Тура осылай етіп, қайтадан сол 8 блогымызды қиқымды қайтадан бір-біріне 8 блок етіп, екі түрлі етіп құрап шығамыз. Ал мінекей тура осылай етіп, екі бұрышты бір-біріне қадап алған соң, тура сол қадалған сызыққа қарай машинкамен бір рет жүргізіп шығасыздар. Сонда сіздерде тура осындай шықты. Ал енді осы төрт бұрыштерімізді қолдана отырып, жұлдызша құрағымызды құрайық. Дәл видеода көрсетілгендей тура мен секілді құрайтын боласыздар. Ал мінекей құрметті көрермендер, мен өзім айтқандай, тура осылай етіп, осы құралған құрақтарымыздан тура осындай жұлдызша өрнегін шығардым. Ендігі кезек бізде осындай ине керек болады. Сол ине арқылы тағы да екі құрақтың басын бір-біріне қосып, тура осылай етіп инемен қадап алуымыз керек болады. Бұл дегеніміз, демек тіккен кезде тура солай ине қадалған жерден тігетін боламыз. Яғни біздің осы жұлдызша құрағымыз түгелдей құралғанда тура осылай құралатын болады. Ал одан кейін оның астындағы екінші рядтағы құрақтарды да тура солай, ал одан кейінгілерді де тура солай етіп құрай бересіздер. Ал одан алдын сақтық үшін инемен қадап алсаңыздар болады. Ал енді мен бірінші қатарды тігемін. Өзіңіз көргендегідей мен инемен қадап алдым. Енді сол инемен қадалған жерінен бастап тігіп шығатын боламыз. Біздің бірінші қатар дайын. Енді келесі екінші қатар, үшінші қатар, төртінші қатарды да тура солай етіп тігуіміз керек. Ал енді біздің қатарларымыз түгелдей қосылды. Енді тура осылай етіп жанынан қосуымыз керек. Ол дегеніміз, бұл жерде енді сіздер тағы да ине қадап алсаңыздар болады, ине қадамасаңыздар да болады. Бірақ мен көбінесе ине қадап та, ине қадамай да тіге беремін. Енді өздеріңізге қалай ыңғайлы, тура солай тіге бересіздер. Ал енді астыңғы екі қатарды қосып аламыз. Содан кейін ол қатар дайын болғаннан кейін ортаңғы екеуін біріктіріп, екеуін тура осылай етіп қосамыз. Ал мінекей құрметті көрермендер, біздің ең оңай жұлдызша атты құрағымыз осымен дайын. Сабақ сіздерге ұнаған болса, біздің инста парақша мен YouTube каналға тіркелуді ұмытпаңыз.